I was running through the six with my woes. Yeah. I was running through the six with my woes. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Жақсы, рахмет, отырайық. Бүгінгі біздің сабағымыз жаратылыстану пәнінен. Енді сабағымыздың тақырыбын анықтау мақсатында мына тақтаға назар аударайық. Қандай суреттерді көріп тұрмыз? Кәусар, Ислам, Ақерке, тамаша. Енді балар, осы суреттерді не байланыстырады деп ойлайсыздар? Осы суреттер арқылы біз өмірімізге қажетті нені алады екенбіз? Электр тоғы, жарайсыңдар. Яғни біз күннен не алады екенбіз? Күн электр станциясы. Жел арқылы не ойлап тапқан? Жел электр станциясы. Жарайсыңдар. Ал су арқылы? Су электр станциясы. Тамаша балар. Енді бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы электр тоғын қандай денелер өткізеді деп аталады. Енді сабағымыздың мақсатын назар аударсақ, сабағымыздың мақсаты бүгін сендер электр тоғын өткізетін және өткізбейтін заттармен танысасыңдар. Түрлі материалдарды арқылы электр тоғын өткізуін зерттейтін боласыңдар. Енді сабағымызды бастамас бұрын тарихқа көз жүгіртіп өтейік. Электр энергиясы туралы алғашқы ақпараттар бұрынғы заманнан бастап пайда болған. Бірақ та егжей-тегжейлі бұл 16 ғасырдан бастап зерттелген. Енді балар, қарайықшы, адам өмірін электрсіз елестету мүмкін бе? Мүмкін бе? Жоқ. Мүмкін емес. Ал енді балар, алғаш рет электр тоғы туралы түсінікті енгізген француз физигі Ампер Андре Мари екен. Ал енді балар, жаңа сабағымызды бастамас бұрын бейне роликке назар аударайық. Мен жасалатын заряд ағыны. Ол қауіпті болуы мүмкін. Сөйте тұра өте пайдалы. Электрондар электр тоғын тудыру үшін өткізгіш материал қажет. Мысалы, болат, алюминий, алтын және темір. Протондар мен электрондар резеңке секілді изоляторлық материалда еркін қозғалады. Сондықтан, онда электр тоғының ағыны болмайды. Электр тоғын әртүрлі әдістермен алуға болады. Көп мөлшерде алу үшін электр станциялары керек. Ал шағын мөлшерін батареялары бере алады. Біз бүгінгі әлемді қамтамасыз етуге жеткілікті электр энергиясын өндіріп, оны түрлендіре аламыз. Бұл адамзат жетістіктерінің бірі. Ал енді балалар, бейне сабағымызды қорытындылау мақсатында мына сұрақтарға жауап берейік. Электр тоғын қандай денелер өткізеді екен? Электр өткізгіш денелер өз бойына электр тоғын өткізетіндер қандай металдар екен? Темір, жарайсың. Полиметалдар, оның ішіне не жатады екен? Мыс, тамаша. Алтын, тағы күміс. Тағы да алюминий жатады екен. Яғни балар, бұл металдар өз бойына электр тоғын өткізеді екен. Ал электр оқшаулағыш дегеніміз өз бойына электр тоғын өткізбейтін заттарды айтады екенбіз. Ондай заттарға нелер жатады екен? Бәріміз қарап айтайықшы. Ағаш, ағаш, пластмасса және резеңке.
бұл изолент балалар қазақша оқшаулағыш деп аталады екен. Енді сабағымызды бастамас бұрын қауіпсіздік ережелерін есімізге түсірейік. Ол үшін тақтадағы тиктокқа назар аударайық. Вот так вот не надо. Надо вот так вот. Понятно? Да понятно. Вот так вот не надо. Надо вот так вот. Понял? Да понял, я уже Точно? Я, балалар, біз бүгін қауіпсіздік ережесін осымен түсіндік пе? Оқты ұстамас бұрын әуелі қолымызға не киюіміз керек екен? Резеңке қолғаптарды кию керек екен. Есімізде сақтайық, балалар. Адамның денесі электр тоғын өте жақсы өткізгіш болып табылады екен. Сол себепті резеңке қолғаптармен жұмыс жасаймыз. Біз енді сабағымыздың практикалық бөліміне де келіп жеттік. Барлығымыз қазір зерттеу жұмыстарын жасаймыз. Ол үшін кітабымыздың бәріміз 23-ші бетіндегі зерттеу тапсырмасына назар аударайық. Зерттеу жұмысымызды жасау үшін бізге керек заттар: электр өткізгіш сымдар, жарық диоды лампасы, батарейка, электр өткізгіш денелер заттар, электр оқшаулағыш заттар. Кеттік енді зерттеу жұмыстарын жасау үшін электр өткізгіш сымның минус жағына, плюс жағына жалғаймыз. Батарейкамыздың минус жағын тауып алып, минус сымды жалғаймыз. Және де келесі плюс жағын темір металға тигізу арқылы тоқ өткізе ме, өткізбей ме? Тексерейік. Міне, балалар, байқадық па? Жанып тұр, яғни бұл өз бойынан электр тоғын өткізеді екен. Тамаша. Келесі металл бізде не? Күміс. Күмістің электр өткізгішін қарап. Өте жақсы өткізеді екен. Бұл өз бойынан өте жақсы өткізгіш металл екен білеміз. Келесі бізде металл алтын. Алтын да өз бойынан электр тоғын жақсы өткізеді. Тамаша. Енді басқа денелерді көрейік, заттарды. Мынау бізде не, балалар? Шыны. Шыны электр тоғын өткізеді ме екен? Өткізбейді. Бізде лампамыз жанып тұр ма? Жоқ. Келесі ағаш. Лампамыз жанды ма, балалар? Жоқ. Келесі бізде пластмассаны көрейік, пластмасс. Жанды ма? Жоқ. Яғни осыдан шығар. Қорытынды электр тоғын шыны, ағаш, пластмасса өз бойына өткізбейді екен. Тамаша. Енді бәріміз өзімізге зертханалық жұмысын, зерттеу жұмысын жүргізіп көрейік.
Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі зерттеу жұмысын өте тамаша орындадыңдар. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Мына тапсырмаға назар аударайық. Бүгін қазір біз кластерлеу әдісі арқылы QR кодты ұялы телефонымызды алып, сканерден өткізіп, тапсырмаға өтеміз. Енді мына тапсырмаларға назар аударайық. Электр өткізгіштер мен электр оқшаулағыш денелерді ажыратуымыз керек. Енді шыны бізде қайсыға жатады балалар? Электр оқшаулағыш. Тамаша, жарайсыңдар. Пластмасса. Электр оқшаулағыш. Тамаша балалар. Ағаш, ал ағаш. Электр оқшаулағыш. Жарайсыңдар. Ал темір балалар. Электр өткізгіштерге. Фарфор. Қане алтын балалар. Өткізгіштерге жарайсыңдар. Ал мыс. Электр өткізгіштерге. Тамаша. Алюминий. Электр өткізгіштерге. Жарайсыңдар. Резеңке болса ал балалар. Электр оқшаулағыштар. Ол өз бойынан электр тоғын өткізгенде күміс. Өткізгіштерге жарайсыңдар. Тамаша. Тамаша. Сендер барлық сұраққа өте дұрыс жауап беріңдер. Бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында миллион кімге бұйырады интеллектуалды ойынын бастаймыз. Тағы да балалар, телефонымызды алып, ұялы телефонымызды алып, сканерден QR кодты өткізіп, тапсырмаға көшеміз. 500 теңгенің сұрағына назар аударайық. Электр тоғымен жұмыс істегенде қандай материалдарды қолдануға болады? Былғары материалдар, тоқыма материалдар, резеңке материалдар, металдар. 1000 теңгенің сұрағы. Өз бойынан электр тоғын өткізетін денелер не деп аталады? Тамаша балалар, дұрыс айтасыңдар. Енді бізде 5000 теңгенің сұрағы алдымыз. 5000 теңгенің сұрағына назар аударайық. Электр тоғын өткізбейтін денелерге не жатады? Резеңке, күміс, алюминий, мыс, шыны, пластмасс, фарфор, күміс, алтын. Қайсы жатады балалар? Шыны, пластмасс, фарфор. Тамаша, дұрыс айтасыздар. Енді бізде алдымызда 50 000 сұрағы. Электр тоғын ең жақсы өткізетін металл ол қай металл? Алюминий, темір, күміс, мыс. Күміс. Тамаша, дұрыс айтасыздар. Енді бізде алдымызда 250 000 сұрағы. Электр тоғы ұғымын ең алғаш енгізген кім еді? Андре Мари, Исаак Ньютон, Александр Вольта, Альберт Эйнштейн. Тамаша, дұрыс айтасыздар. Енді бізде балалар шешуші сұрақ, миллионның сұрағы. Бұл сұраққа асықпай ойланып жауап берейік. Сізге сабақ ұнады ма? Иә, әрине. Жарайсыңдар балалар. Тамаша. Сіздер бүгін білім миллионер атандыңыздар. Миллионды ұтып алсақ, енді біз балалар сабағымызға кері байланыс жасайық. Ол үшін тағы да ұялы телефонымызды алып, QR кодты сканерлеп өткізіп, кері байланыс сұрақтарына өзіміз жауап береміз. Балалар, біз бүгін сабағымыздың мақсатына жеттік пе? Иә! Бүгінгі сабағымыздың мақсатында біз электр өткізгіш денелерді, электр оқшаулағыш денелермен танысатын болатынбыз. Таныстық па? Иә! Оларды бір-бірінен ажырата алдық па? Иә! Зерттеу жұмысын осы өткізгіштік денелермен және де оқшаулағыш денелермен зерттеу жұмыстарын жасап көрдік пе? Иә! Яғни біз бүгін барлық сабағымыздың мақсатына жеттік. Енді балалар, біз сіздердің
жаңа біздің берген жауаптарыңызды тыңдап көрейік. Сабақ сізге бүгін ұнады ма? Керемет, жақсы, ұнамады деген сияқты. Ұнады деп жауап берген екенсіздер. Тамаша, электр тоғы керемет, жақсы деген жауаптар берген екенсіздер. Олай болса балар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар. Сау